Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай дәмді, әдемі, өте тез дайындалатын котлет рецептімен бөлісетін боламын. Олай болса бастайық. Бізге қажет бір дана пиязды өте ұсақтап турап алдым. Бір дана картоп үккіштен өткізіп алдым. 200-250 граммдай капуста, оны да өте ұсақтап турадым. 250 граммдай фарш қостым. Және өздеріңіздің қалауларыңызға қарай көкөністер қоссаңыздар болады. Жасыл мен петрушка қостым. Соңында бір дана жұмыртқаны шақтым. Қалауларыңызға қарай тұз, дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен тұз, қара бұрыш, қызыл тәтті бұрыш және котлетке арналған дәмдеуіш қостым. Дайын болған массаны жақсылап араластырып аламыз. Енді алақанымызды сулап, котлеттерімізге форма беріп бастаймыз. Достар, менде 7 дана котлет дайын болды. Мен 2 кісілік жасадым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай, үйдегі адам санына қарай азайтып көбейтсеңіздер болады. Міне біздің котлеттеріміз дайын болды. Енді оны 10-15 минутқа мұздатқышқа сақтап қоямыз. Табамызға сұйық май құйып, котлеттерімізді әдемілеп қуырып аламыз. Міне біздің котлеттер дайын болды. Осындай әдемі болып пісіп шықты. Достар, котлеттің жанына өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сүйікті гарнирлеріңізді жасасаңыздар болады. Мен картоп безбесі, пюре және гречкадан осындай әдемі гарнир жасадым. Жанына да жазғы салат дайындадым. Тарелкамыздың ортасына дайын болған котлеттерімізді орналастырамыз. Достар, егер қаласаңыздар, капустаны пиязбен алдын ала қуырып, одан кейін қоссаңыздар болады. Мен осылай жасағым келді. Капуста бәрі жақсылап пісіп шықты. Міне көрінісі осындай әдемі болды. Түскі асқа, кешкі асқа өте тез дайындалатын осындай әдемі біздің тамағымыз дайын болды. Жасап көруіңізге кеңес беремін. Балдарыңыз өте сүйсініп жейді деген ойдамын. Видеомды қарағандарыңызға рахмет.